таста газель айдайсың. Мына балмен тек қана душқа түсесің. Жарайсың, айдаладан көріне бер. Жоқ, бұл кездейсоқ сөздер емес, қазіргі таңда әлеуметтік желіде жиі жазылатын пікірлердің азғантай бір ғана бөлігі. Кейде әлеуметтік желіде видеоның өзінен қарағанда, оның пікір бөліміне жазылатын комментарийлері әлде қайда қызық. Әсіресе қазақ тілді аудиторияда. Байқадыңыздар ма? Біздің адамдар кез келген трэш жаңалықты, саяси мәселені, немесе мұңлы хикаяны бір-ақ ауыз сөз, астарлы бір әзілмен түйреп тастайды. Сол хабарлардың скриншотын кейін біз өзара WhatsApp желісінде бір-бірімізге таратып, күлкіге қарық болып отыратын кездеріміз жиі болып тұратын шығар. Қазақ тілді аудиторияның ерекше аурасы бары соншалық, біз танымал әлеуметтік желі осындай бір пікірлер жиі жазылатын трэдсті қазақтардың трэдсі деп атауға да етіміз үйреніп қалған. Бұл да бір бөлек өнер, бұл да бір бөлек мәдениет. Бірақ сіз ойланып көрдіңіз бе? Қазақтар неге осыншалықты күшті әзілдейді? Бұл дүние бізге қайдан келді? Бұл жай ғана интернеттің ықпалы ма, әлде күшті әзіл айта алу қазақтардың қанында бар ма? Ал жалпы адамзат күлуді қашан үйренді? Әзіл оларға не үшін және неге керек болды? Миымыз сәтті әзілдерді қалай құрастырады және әрбір күлкілі әзілден соң біздің организмімізде қандай реакциялар жүріп тұрады? Сөйле арнасының бүгінгі шығарылымында біз юмордың эволюциясын, қазақы шешендік өнерінің цифрлық трансформациясын және күлкінің нейробиологиялық сипатын талдайтын боламыз. Сондықтан бұл видеоны көрген көз алам атты пікірдің иесі болу үшін міндетті түрде видеоның соңына дейін қарап, арнаға жазылуды ұмытпа. Бұл видео саған көп дофамин сыйлайды. Ендеше біз кеттік. Ең алдымен қазақша жазылған комментариялардың неліктен сонша өткір әрі тапқыр болатынын түсіну үшін біз көшпелілердің психологиясына үңілуіміз керек. Көшпелі қоғамда физикалық күштен бұрын сөз өнері жоғары бағаланған. Өнер алды қызыл тіл тас жарады, тас жармаса бас жарады деген халықпыз. Айтыс өнері соның бір айқын мысалы. Қазіргі тілмен айтқанда, бұл нағыз рэп батл немесе стендаптағы прожарка. Екі ақын сахнаға шығады, ешқандай дайындықсыз экспромт түрінде бір-бірінің кемшілігін, қоғамның дертін әзілмен, мысқылмен бетке басады. Оппонент сол соққыны қабылдап қана қоймай, дәл сол сәтте одан да өткір жауап қайтару керек. Міне, дәл осы сөзден тосылмау, контексті лезде қағып алу және оны метафорамен жеткізу қасиеті біздің мәдени кодымызда, генімізде бар. Енді айтыс көретін сенің әкең емес, ол сен деген тенденцияға ауысып бара жатқанымыздың да себебі осы болуы мүмкін. TikTok желісіндегі адамдар айтпақшы, генетика ол Шымкентте де генетика. Бүгінгі таңда айтыстың сахнасы пікір жазатын әлеуметтік желідегі комментарий бөліміне ауып бара жатыр. Коммент астындағы батылдар бір-бірін сөзбен іліп кету баяғы дала шешендігінің цифрлық форматы. Батыс юморы көбіне ирония мен сарказмға сүйенсе, қазақы юмор абсурд пен астарлы салыстыруға негізделген. Мысалы, біреудің әрекетін тікелей сынамай, өзімнен де бар, ұйықтай салу керек еді деп мүлдем логикаға сыймайтын, бірақ бейнелі теңеу айта салу біздің эксклюзивті стиліміз. Жақсы, қазақтардың неге күлкілі екенін түсіндік. Ал енді адамзаттың жалпы әзілді, күлкіні қашан үйренгені жайлы не білеміз? Антропологтар өте қызық фактыны алға тартады. Күлкі адамның сөйлеу тілінен әлде қайда бұрын пайда болған. Яғни біз сөйлеп бастамастан бұрын әлде қашан күліп үйренген екенбіз. Тіл шықпай тұрып, алғашқы адамдар бір-бірімен дыбыстар арқылы байланысты. Күлкі сондай дыбыстық сигналдың бірі болды. Эволюцияда қауіпсіздік сигналы деген теория бар. Елестетіп көріңіз. Алғашқы адамдар тобы тас дәуірінде қараңғы орманда келе жатыр. Кенет бұталар қатты сыбдырлайды. Барлығы селт етіп, қолдарына тас пен найза алып, түйін дайындалады. Қан қысымы көтеріледі, жүрек айнып, адреналин шашады. Бұл өмір мен өлім сәтінде сезінетін стресс белгісі. Бірақ кенет бұтаның арасынан жолбарыс емес, кішкентай ғана сүйкімді қоян секіріп шығады. Қауіп сейіледі. Топ басшысы ерекше дыбыс шығарады. Бұл дыбыстың астарында қорықпаңдар, жай ғана қоян екен, бәрі жақсы деген мықым жатыр. Міне,
осы жеңілдеу дыбысы уақыт өте келе адамзаттың қазір біз білетін күлкісіне айналды. Айтпақшы, күлкі тек қана адамзатқа тән емес. Шимпанзелер, гориллалар, тіпті егеу құйрықтар да төбелесіп ойнағанда немесе бір-бірін қытықтағанда күлкіге ұқсас дыбыстар шығарады. Ғалымдар мұны агрессияны төмендету құралы дейді. Яғни, мен сенімен төбелесіп жатқанда селт етіп күлсем, бұл менің саған зиян тигізбейтінімді, бұл жай ғана ойын дегенді меңзейді. Бәлкім шимпанзелерде өз арасында біреу сұраса, мысықпын деп айт деген қазақ әзілдерді жиі айтатын болар. Енді ғылымға, дәлірек айтқанда нейробиологияға көшейік. Сіз желідегі бір коммент оқығанда жай ғана ха-ха деп күлген кезде сіздің миыңыздағы нейрондар құдды бір суперкомпьютер космостағы байланыстар сияқты жұмыс істейді. Әзілді түсіну үшін мидың бір емес, бірнеше ірі бөлігі бір уақытта іске қосылуы керек. Процесс былай жүреді. Бірінші қадам маңдай үлесіне келеді, яғни фронтал лоб. Бұл біздің логика мен талдау орталығымыз. Сіз комментті оқи бастайсыз, ми контексті қабылдайды және оқиғаның қалай аяқталатынын автоматты түрде болжайды. Біздің миымыз шаблондармен жұмыс істеуге үйреніп қалған. Ал кенеттен комменттің соңына сіз күтпеген шаблоныңызға сыймайтын бұрылыс болады. Ми абсурдтықты сезеді. Дәл осы кезде екінші қадам лимбикалық жүйе іске қосылады. Бұл біздің эмоция орталығымыз. Маңдай үлесі, мына жерде логикалық қате, парадокс бар. Бірақ бұл қауіпті емес. Бұл күлкілі деп белгі бергенде лимбикалық жүйе іске қосылады. Ол бет бұлшық еттеріне күл деген бұйрық жібереді. Үшінші қадам дофамин жарылысы орын алады. Ми сәтті әзілді тапқан кезде өзін марапаттау үшін үлкен мөлшерде дофамин, яғни ләззат гормоны мен эндорфиндерді бөледі. Әзілдің күлкілі болуы ми үшін кішігірім интеллектуалды жеңіс саналады. Ал енді пікір жазушылардың психологиясын қарайық. Сіз бір видеоны көрдіңіз, миыңызда керемет бір тапқыр әзіл тұрды. Сіз оны жаздыңыз, сәлден соң сізге хабарламалар келе бастайды. 10 лайк, 100 лайк, 1000 лайк. Әрбір лайк келген сайын сіздің миыңыз дофамин порциясын алады. Бұл құмар ойын казино ойнағанмен бірдей әсер береді. Содан кейін сіз келесі жолы тағы да сондай мықты коммент жазуға құштар боласыз. Сондықтан күлкілі пікір жазу ол жай ғана бір реттік сәйкестік немесе әрекет емес, жүйелі түрде дамып жүрген құбылыс десек те болады. Ал психологияда әзіл тіпті ұжымдық маңыздылыққа ие дүние екен. Психология тұрғысынан қарасақ, юмордың екі үлкен функциясы бар. Біріншісі психологиялық қорғаныс немесе рефрейминг деп те атайды. Өмірде қиындықтар, әділетсіздіктер, экономикалық дағдарыс немесе күнделікті күйбең тіршілік күйзелісі өте көп. Адам психикасы мұндай ауырлықтан сынып кетпеу керек. Сондықтан Зигмунд Фрейд өзінің еңбектерінде юморды психиканың ең жоғары қорғаныс механизмі деп атаған. Ол әзілді агрессия мен қорқынышты сыртқа қауіпсіз шығару клапаны деп атады. Қазақтардың ауыр, тіпті қайғылы жаңалықтардың астына күлкілі мысқыл коммент жазуы бұл біздің халықтың ұжымдық терапиясы. Біз жылайтын нәрсеге күлу арқылы стрессті жеңеміз, қорқынышты кішірейтеміз. Жылап отырып күлдім деген сөз тіркесі осы қорғаныс механизмінің классикалық мысалы. Екіншісі әлеуметтік желім функциясы. Эволюциялық психолог Робин Данбар күлкі адамдарды біріктіретін басты құрал екенін айтады. Есіңізде болса, біз әрдайым күлкі мен әзілге негізделген шоуларды көріп өстік. Бауыржан шоудан бастап Нысана, Шаншар, Алдараспан, кейіннен Жайдарман, ал қазіргі таңда қазақша стендап та қоғам арасында белең алып жатқан тенденцияға айналды. Егер сіз комментті оқып, шынайы эмоцияға беріліп күлсеңіз, сіз бейсаналы түрде осы комментті жазған адам және оған лайк басқан мыңдаған адам менің тайпам, біз бір толқындамыз, біздің құндылықтарымыз бір деп есептейсіз. Бұл біздің замандағы ең үлкен дерт, жалғыздық сезімін жояды. Бұл біздің замандағы ең үлкен дерт, жалғыздық сезімін жояды. Сонымен қорытындылайық. Біз күнде көріп жүрген әлеуметтік желілердің бетін ақтарып оқи салатын комментарийлеріміз жай ғана еріккеннің ермек емес. Ол қазақ шешендік өнерінің мыңжылдық эволюциясы, нейробиология ғылымының жемісі және белгілі бір адамдардың өзін танытып, ортақ ұжымдық түсінікті қалыптастыруға әсер ететін еңбегінің жемісі. Сондықтан келесі жолы әлеуметтік желіде біреу күлкілі комментарий қалдырса, оған іштей риза болыңыз, немесе тіпті лайк басып кетіңіз. Өйткені ол адам сізге ап-арзан, мүлдем тегін дофамин сыйлап, сіздің психикаңыздың демалуына өз үлесін қосты. Ал сізді ең соңғы рет күлдірткен, немесе қатты есіңізде қалып қалған қазақша комментарий бар ма?
міндетті түрде пікірге жазып бізбен бөлісіңіз. Және осы видеоны достарыңызға таратыңыз да, олар неліктен қазақша адамдардың жақсы әзілдейтінін біліп жүрсін. Арнаға жазылуды ұмытпаңыз, бұл видеоны соңына дейін көргеніңізге рахмет. Күлкілеріңіз жиілесін, дофаминдеріңіз таусылмасын. Сіздермен болған Сөйле арнасы келесі видеода кездескенше.